Қазақ халқының ата-бабалары ежелден ешқашан киімсіз жүрмеген. Тіпті олар киімнің үлгісін, өркениетін дүниежүзі халықтарының ішінде ең жоғары деңгейге жеткізіп дамытып ұрпақтарына үлгі етіп қалдырған. Бүгінгі қазақ халқының ішінде осы ата-бабасының киім салтын ұстанып, адамдық қасиетті толық меңгеріп жүрген аталы жолдың әжелері мен қыз жігіттері ешқандай басқа жолда жүрген жоқ. Олар тек ата-бабасының мұра етіп қалдырған үлгісімен ойы бөлек өзінің киім болғанайын ұлттық ерекшелігін халыққа, халықараға үгіттеп жүрген әбзел жандар деп айтуға болады. Қазақтың ұлттық киімдері қазақтың жасаған ортасына, дене қуатына, шұғылданған кәсібіне және ұрпақтардың денсаулығына лайықталып жобаланған. Дұрыс киіну адам баласының дене температурасы және денсаулығының қалыпты болуына кепілдік ететін құрал. Мына графикте температура, ауа қысымы, тағы жиіліктің жәндіктерге, адамдарға, құстарға қандай әсер беретіндігі көрсетілген. Яғни толқын ұзындығы 560-тан жоғары қызыл толқын жағдайында адамның сана көзі ашылады. Толқын ұзындығы 540 жағдайында насекомдар көру қуатына ие болады. 565 жағдайында құстардың көру қуаты күшіне енеді. Бұдан бізге белгілі болатыны, адам құс сияқты бүтін денесін жылы киіммен орап тұрған кезде адамның жанның қуаты, сана қуатының өзі құсты деңгейге. Ақ жарық толқын ұзындығын өзгерткен кезде алуан түрлі түске өзгереді. Әртүрлі толқын ұзындығы әртүрлі түстерді құрайды. Айталық, жасыл, қызыл, көк түс қосылған кезде ақ түске өзгереді. Демек, өкпе, жүрек, бүйрек өз температурасын сақтаған кезде өз спектріне, өз толқын жиілігіне ие болады. Сол арқылы ақ қуат пайда болады. Яғни үшеуінің қосылысынан ақ қуат пайда болады. Асқазан, ішек, бауыр өз температурасын сақтаған кезде үшеуінің жиілігінен инфрасәулесі пайда болады. Түнде көру қуатына ие бұл инфрасәулесі 35 градустан жоғары жағдайда ғана сақталады. Адам денесінің температурасы өте қалыпты жағдайда тұрғанда ғана ішкі сыртқы эрекциялар және адамның ішкі ағзаларында айланыстың бар қалыпты жағдайын ұстап тұрады. Әсіресе жұлын омыртқа жүйесінде ол өте көрнекті рөл атқарады. Осылайша адамның жермен, аспанмен болған байланысы кепілдікке ие болады деп айтуға болады. Әсіресе бұл ішкі ағзаларда рөлі өте көрнекті болады. Мысалы, қара құстан су өткен жағдайда қара құстың тамырларында тараю пайда болып, қан іркілу пайда болады. Осылайша миға қан жетіспеу аурулары, жоғары қан қысым пайда бола бастайды. Жүректе пайда болатын химиялық реакциядан шыққан жылу дененің барлық аймағына толық таралу үшін сыртқы дене жабық болған жағдайда осы жүрекке өте ауыртпалық түспейді. Адамның ми жүйесінен келген бар информациялар тағы нерв жүйелері осы мойынның суық болуынан жан-жаққа толық өте алмай қалады. Осылайша адам денесінде ұқсамаған түрлерде ауру пайда болады. Әсіресе адамның мойнында мидан келген нервтерді күшейтетін бездер болады. Яғни нерв жүйесінің өзіне де қуат беретін сондай бездер адамның шықшытына, тағы мойнына, көмекейіне орналасқан. Қазақтар айтады ғой, қолмен істегенді мойынмен көтереді. Ер жігіттің мойнында қыл арқан шірімейді. Күнәңді мойныңа ал деген сөздің астарында өте үлкен ғылым жатыр. Адам мойнындағы 4 омыртқадан шығатын жұлын жүйкелері жүрекке, өкпеге, көзге, шықшыт безіне, тағы тамақ безіне барып тұрады. Егер осы 4 мойында суықтау пайда болған кезде ішке көрсетілген органдарда салдану пайда болады. Яғни олардың жұмыс қабілеті әлсірейді деген сөз. Қауананы жылан азғырып жұмақтан айырылыпты деген сөздің мағынасын осы суретті көрген адам түсінер деп ойлаймын. Себебі жылан суықтың, топырақтың символы. Адам денесі салқындаған сайын оның жермен, көкпен болған байланыс әлсірейді. Себебі оның толқын жиілігінің барлығы жоғарғы аталған жерлерге жете алмайтын әлсіз қуатқа айланады. Тіпті біздің жүрегімізден шыққан жылу энергиясының өзі біздің басымызға, аяғымызға толық жетіп үлгере алмай қалады.
Қазақта ер, бас, әйел, мойын деген сөздің мағынасын оқырман осы фотоларды көріп өзі түсінер деп ойлаймыз. Яғни мойын дегеніміз бастан шыққан барлық информацияларға қуат беретін, ер адамның барлық ісіне қуат беретін, ақыл парасатқа қуат беретін орталықта көпір есебінде болады. Адам баласы дене қуат арқылы жинаған барлық энергияларды, ішкен тамағы, жүректегі қаннан жинаған информациялардың барлығын осы миға өткізетін жерде мойын таза болмаса және ол өз жылуын, өз температурасын сақтамаса, бұл жерде көпір үзіледі. Біз жоғары дәрежелі ғылыми тәжірибелердің жетістігінен адамдардың не үшін киім кию керектігіне тағы да дәлел келтіреміз. Ғалымдар бет-аузын таза сабынмен жуып сақал мұртын алған адамның денесінде терілген кезде пайда болған өзгерістерді кескінге түсірген. Адам денесінен жай ғана тер шығып жатқан жоқ. Анықтап қарасаңыз, адамның терісінен терілген кезде ірің сияқты сондай бір сарсу шығып жатқанын көруге болады. Мына көрініс сабындап тап-таза жуылған адамның маңдайынан шығып тұрған тер және термен бірге шығып тұрған сұйықтықтардың көрінісі. Мына кескіндер адамның мойнынан терілген кезде шығып жатқан сұйықтықтардың көрінісі. Бұнда тек қана тер тамшылары пайда болып жатқан жоқ. Керісінше тер бездерімен бірге терінің тесікшелерінен шығып жатқан сарсу сияқты сұйықтықтарды өте анық көруге болады. Осыдан ары ғалымдар таңертең басын таза жуып жұмысқа барған адамды кеште қайта келген кезде шашына зерттеу жүргізген. Адамның шашынан да көрер көзге сондай сұйықтықтардың бөлініп жатқанын көруге болады. Таза жуылған шаштың кешке қарай жабысқақ сұйықтықпен сілекей сықылды заттарды бөліп шығарып, құрғақ шаштардың майы сықылды ауадағы шаң тозаң микробтарды өзіне жинайтын шаң сорғышқа айналып қалғанын көруге болады. Бізді ғалымдардың тәжірибесі тіпті қызықтырады. Сақал мұртты кешке қарай қырып, одан үлгі алып, тексеріп көргенде төмендегідей ғажайып жағдайға куә боламыз. Яғни біз сақал қойып, шашты жайып, мойнымызды ашық-шашық жүрген кезде біздің денемізде қандай зиянды микробтардың пайда болатындығын бізге ғалымдар көрсетіп берді. Медицина ғалымдарының дәлелдеуі бойынша адам жас кезде денесінен бөлініп шығатын сарсу тағы сұйықтықтардың мөлшері біршама көп болады. Осылайша жас кезінде, яғни 15-тен бастап, 20 жастан бастап сақал мұрт қойған жастар мен жас кезінде шашын жайып жүрген жастардың денесінде, яғни шаш сақал бар жерлерде сіз көріп отырғандай өте ұсақ микроорганизмдердің жүргендігін көруге болады. Адамның жасы 63 жастан өскеннен кейін адам денесінде бұл сарсулар мен сұйықтықтардың бөлініп шығуы азаяды. Яғни адамның денесі құрғай бастайды. Бұл кезде біздің ғылыми тәжірибелеріміз дәлелдегендей, яғни жоғарыда көрсетілгендей артық микроорганизмдар тағы сарсулар, іріңдер көптеп бөлінбейді. Сол себепті үлкен адамдардың шаш сақал түбінде көп микроорганизмдар болмайды деп айта аламыз. Ал жас адамдарда керісінше болады. Анықтап қарасаңыз, мына сақалдың түбінде өріп жүрген микроқұрттарды көріп, сіз ойланар деп ойлаймыз. Ал шаштың түбінде бұл тіпті де сорақы өте көп болады. Шашымды жайдым дегенше құрт қоңызға тойдым десең болады. Байлық әр адамға керек. Сол байлықтың біріншісі әлбәтте денсаулық. Денсаулықтың кепілі киім, тағы тазалық.
Адамға керегі киімнің сұлулығы емес, керісінше оның жылулығы. Адам денесі қалыпты температурасын ұстап тұрған кезде сіз суретті көріп отырғандай адамның денесінде ұқсамаған түрдегі жиіліктер пайда болады, яғни температура пайда болады. Бұл температураның жоғары төмендігі ұқсамаған адам денесінің өрісінің түсін белгілейді. Бұл түстердің спектрдің ұзын қысқалығы адамның мінезін белгілейді. Солдан оңға қарайтын болсақ, бірінші орында тұрған адам сары нұры кеудесінде ғана тұр. Бұндай адамның мінезі екілену жағдайында болады. Бұны Абай атамыз ит мінезді адамдар деген. Яғни оларды шешім жасау қабілеті болмайды. Тек қожайынға я болмаса біреуге арқа сүйеп, біреудің аузына қарап тұратын ерекшелігі болады. Екінші орында басы, кеудесі тағы құрсағы сары болып тұрған адам, бұл махаббатқа толы жүрегі бар, тағы кеңпейіл адамдардың өрісінің көрінісі. Яғни бұл адамның денесінде жылу толық. Үшінші тұрған көк түсті адам, бұл денесінде жылу бүтіндей жоғалған. Бұның мінезі депрессия жағдайында тұр деп көрсетіп тұр. Төртінші орында тұрған адам, бұның жағдайы, яғни мінез құлқы торыққан, үмітсізденген, ештемені көзі келмейтін, ештемеге қызықпайтын жағдай. Бесінші орында тұрған адам кеудесі мен басында тұр, бар қуаты, бұл тәкаппарлар. Алтыншы ретте тұрған жылу теге көзінде ғана, көз жылтырап тұр. Бұлар бұқпа, кінәлі, яғни өте төмен жағдайда тұрған адам. Жетінші орында тұрған барлық денесі қарайған, тек басында ғана, жүрегі мен басында ғана қуат бар, миын көп істететін адамдар. Бұлардың бар мінезі қызғаншақ, көре алмаушылық. Бұл айтылғандар ертек емес, немесе идеология қосылған дін емес. Адамзатқа тиер пайдасын айт деп Хаким Абай ескерткендей, ғылымның, заманның адамдарға ескерткен нақты тәжірибе материалдар. Үнемі дәретпен жүру, дәретпен ас ішу, нәпсімен күресіп, өз денесін тазарту, бұның барлығы адамзаттың өзінің тағдырына саятын өте үлкен мәселе.